Сәлем. Сіз күн сайын отжимания жасағанда денеңізде не болатыны туралы ойланып көрдіңіз бе? Бұл қарапайым жаттығу болып көрінгенімен, оның пайдасы қаншалықты көп, ал зияны бар ма? Бүгін осыны талқылаймыз. Бастайық. Отжимания жасаған кезде кеуде бұлшық еттері, иық, трицепс және тіпті іш бұлшық еттері белсенді жұмыс істейді. Бұл дененің жоғарғы бөлігін жаттықтырудың ең жақсы тәсілдерінің бірі. Егер сіз күн сайын отжимания жасасаңыз, бұлшық еттеріңіз күшейеді, шыдамдылығыңыз артады, дұрыс дене қалпын сақтауға көмектеседі. Алайда жүктеме дұрыс мөлшерде болмаса, бұлшық еттер немесе буындарға артық салмақ түсуі мүмкін. Енді пайдасын айтайық. Отжимания күш пен төзімділікті дамытады. Зат алмасуды жылдамдатып, калорияларды жағады. Оларды кез келген жерде, үйде, сыртта, немесе тіпті демалыста жасауға болады. Сонымен қатар, бұл жаттығу сізді тәртіпке үйретіп, жігерлендіреді. Алайда отжиманияны дұрыс орындамау немесе демалмау белгілі бір қауіптерге әкелуі мүмкін. Білезік буындарына артық жүктеме түсуі мүмкін. Қалпына келмегендіктен жаттығу тиімділігі төмендейді. Кеңес. Отжимания түрлерін кезектестіріп орындаңыз, және денеңізге аптасына кемінде 1-2 күн демалыс беріңіз. Сонымен күн сайын отжимания жасау бұл мықты құрал, бірақ бастысы оны дұрыс жасау. Бұл жаттығуды күнделікті әдетке айналдырып, денеңіздегі өзгерістерді көріңіз. Ал егер сізге осындай пайдалы бейнелер ұнаса, лайк басып, жазылыңыз, және пікірге бүгін қанша отжимания жасағаныңызды жазыңыз. Келесі кездескенше.